ойбай. Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ноябрь болса да бір қыс сияқты я. Кеше ғана жауған алғашқы қарларыңызбен. Ана жақта универмен келе жатырмын. Аз қалды деп диссертациямды аяқтауға. Және бір тағы бір жұмыстар жасап жүрміз ноутбукпен. Бұйыртса алдағы уақытта бөлісемін. Жолдан өтейін деп жатырмын. Қараңыздаршы, Алматы қандай әдемі, сұлу болып тұр. Қазір метроға бара жатырмын. Асығып, өткені кеше жақын Шымкентке қарай жол жүремін. Бауырымның, папамның ағасының қызы, бауырымның, сіңілімнің ұзату тойы. Құдай қаласа күшті жаңалықтар болады. Блогты жіберіп алмаңыздар. Ал достар, біз деген Шымкентке қарай шықтық. Қазір қасымда міне сестренкам, інім, ағай, Гүлнұрдың подружкасы, әріптесі бак. Әріптесі оған подружкасы болған. Бәріміз бірге бір машинада күшті кетіп жатырмыз. Қазір тамақтанып аламыз. Жеткеннен кейін күшті видеолар күтіңіздер. Осындай палау заказ бердік. Жеп алайық деп. Ал қайырлы таң. Біз таңертең 7-те тұрдық. 4-те келдік, 7-те тұрдық. 4-те келдік, кішкене 2 сағат ұйықтап алдық. Бізде қазір полный дайындық болып жатыр. Барлық бөлмеге қараңыздар, баннері, жақта стол, залда, мына бөлме, ана бөлме. Қараңыздар, залға жасап жатырмыз, мына жақ. Барлық бөлмеге дастархан жасап жатырмыз. Жише. Қазір далаға арка қып қояды. Вау! Нұртөре ютубқа кеттің ғой. Күшті. Мәна, баня күшті кетті. Мәна шарикін күшті. Молодец. Күшті жасапты. Әдем жасапты. Заттар ана мынау беретін. Қазір мен кешегі макияжды өшірмей ұйықтап қалғанбыз. Өшіріп қазір заттардың бәрін қойып шықтық. Енді тағы кішкене көмектесіп сосын ертең макияж жасап тастау керек. Бізбен бірге болыңыздар, блог қызықты болайын деп тұр. Мынандай той бастар. Фоточка күшті. Дайынбыз. Қазір уже келе жатыр. Жаным. Бәрі бар, мұнда сүт качество кейін. Сіздер күткенде кейін көрсетуге. Кептерді көрсетуге. Мынау вообще өзір күттің ғой. Әдем күтсіз, ә? Ұлпан осыны қойып, постоянно касы. Музыка қойсаңыз енді мұнда кейін. Гүлні ортаға түссін да? Екеуі түсіп жатсың ба? Бәріміз. Видео ғой? Тез әдем қойып. Ау! Жүр түсеміз. Видео ғой? Видео? Музыка қойып сақтап қойым да қазір. Темізде баннерге тек. Сіңілерімен сурет кетсейік. Жаным, қайынбеке болған қыздан. Соны айтсын. Давай. Күшті. Ал, дайынбыз. Күтіп тұрмыз. Ой, менікі видео кетті. I love you so
жақсы ниеттілік қараса қарасай басың енді басыңды бұрсай маған қара енді басыңды бұр маған қара де Зәнім бөпе тербеткен қыздардан жақсы дейін мен Sırdım, aynen. 뭐야 볼 줄이다. Қараңыздар, кір жуып жатырмын, үйдің тірлігі, сабақ оқытып жатырмын. Әрі қазір бауырсақ ашытып қояйын деп жатырмын. Бүгін кешке қонақ күтеміз. Әрі үйді тазалап, жинап, постельдердің бәрін жуып жатырмын. Далаға жайып қойғанмын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Менімен бірге болыңыздар. Дастарханға не жасаймын, бәрін бөлісетін боламын. Тап-таза постельдерді жайып қойдым. Күшті болып қаласың, постель жусаң. Осылай жуып қойдық. Қазір бауырсақ пісіріп жатырмыз. Иә, Бауырсақ пісіріп жатырмыз, салат жасап жатырмыз. бүгін әпшеміз келеді. Салат қайнап жатыр. Ет асайын деп жатырмын. Қарсай. Етімнің бәрін асайын деп жатырмын. Осылай болып жатырмын мен қонақ күтуге. Оливье салат жасадым, самса, қазір пісейін деп жатыр. Жұмыртқа, мен тағы салат жасаймын мына жерде. Бөрек пісірдік. Уже мынандай процесс болып жатыр біздің үйде. Мына жақта деген сорпам. Етім қайнап жатыр. Сағат 5 болды уже. Қазір келіп қалады. Менің қызым көмектесіп жатыр, иә жаным? Жаным. 5 болды уже. Үлгерем ба, үлгермеймін ба? Әлі қамыр илеуім керек. Оны жайып қойым керек. Мінекей қамырымды жайып қойдым. Астында да табы сурет көрініп тұрам. Әдем болып қамырым жайып тұр. Яқта күшті болып сам-сам пісті. Сағат уже 5:30, 6 болып жатыр. Енді фрукты нарезка жасауым керек. Пысықтап кеттім ғой. Өзім жасағам қазына деп қойдым. Бүгін күндеріме арнап астым. Что это бар? Айтып тұр. Яғни мобилограф. Күшті. Неге? Ал достар, кешегі күнде ет асып, қонақтарды шығарып салдық. Қамырымды да, етімді де түсіруді ұмытып кетіппін, тамағымды. Видеоға барлығын ойнап күліп шығарып салдық. Енді бүгін екінші күн қонақ күтіп жатырмын. Бүгін нарезка жасай салдым фруктыдан.
Қазір мына жерде пирожный қоямын. Бүгін палау жасап жатырмын. Кеше ет асқан болатынмын, бүгін палау. Зону, красавица, мамашина. Дастархандайын. Қазір мына жерге торт қоямыз, тамақ қоямыз. Жандарым садиктен келді қазір ғана. Мінекей, мынандай дубайский шоколад жеп жатыр. Қандай. Дәмі қандай екен? Мәні? Күшті ме екен? Қараңыздар. Дубайский. Соусы қандай көрдік. Емес қан? Дубайский. Дубайдың тиындары ма? Ал Айнара, қандай екен? Қайырлы таң, достар, қалайсыздар? Ерін қараңыздар жарылып, суыққа. Қайта помада жағып жатырмын гигиенический. Кететін жар. Алдында қатты тілініп тұрған еді. Сәл қалды. Кеше қонақтарды кеткеннен кейін үйімді жинап қойдым. Сразу пылесостап, шаңын сүртіп қойдым. Тап-таза болып рахаттанып тұрмын енді. Қазір қыздарымды садикке апардым екеуін. Айнарамен шай ішіп аламыздағына сабағын оқытамын. Достар, мен диссертацияны жазып, кітап жазам деп оқу құралын жазған ғой, оқу әдістемелік құрал. Соны Құдай қаласа жарыққа шығады, сол шығам дегенше, жас болам дегенше, кәдімгідей не только ютубқа өзіме қарайтын уақыт болмай қалды ғой. Одан кейін қонақтан қонақ. Енді Құдай қаласа ютубқа қайтадан кірісеміз. Қолдауларыңыз қажет, өтініш сіздерден қолдап кетіңіздер. Бүгінгі блогым осымен аяқталады енді. Сонымен ары қарай қазір қыздар кешке келгеннен кейін ертең демалыстарда жақсылап ойындар, челлендж, пранктар түсіретін боламыз, блогтар түсіретін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Енді қалай бар солай түсіп жатырмын. Ешқандай бояусыз, монтажсыз, қараңыздар түрімді де. Өзіме қарауға уақыт болмай кетті ғой. Ана компьютерге жазып, күні түні соны бітірем деп. Енді аз қалды, аз уақыт қалды. Предзащитадан өттік. Құдай қаласа защита 22-23 декабрь күндері ол кезде де блог түсіретін боламын. Құдай қаласа сонымен бәріміз тойлайтын боламыз бітіргенімізді уф деп. Ал барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.